Мынандай бір аят бар екен да. Енді бұл аят мынандай бір негізінен муташаби аяттардың ішінде мынандай аят бар ғой. Олар айлакерлік жасады дейді да. Мүшриктерді айтады. Бірақ Алла Тағаланың мәкірі дейді. Мәкір деген сөз айлакерлік. Олардан үстем келді дейді да. Егер де осы жерде адам Алла Тағаланы айлакер деп айтатын болса, онда ол қателеседі дейді. Айлакерлік деу сөз хитрист қой. Аллаға айтылмайтын дүние. Сипат Аллаға жүрмейді ол нәрсе. Яғни кез келген аяттың мағынасындағы тікелей мағынасын, Аллаға сипатына қатысты болған, Алланың өзіне қатысты болған аяттардың несін, мағынасын тікелей Алла Тағалаға бұрмалай беруге рұқсат етілмейді. Мысалға, егер олай рұқсат етілетін болғанда еді, мына бір аятымыз не деген мағына береді. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ الْأَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلَ дейді. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْمَى. Кімде-кім бұл дүниеде соқыр болса дейді. Мына дүниеде ағма деген соқыр дейді. Кімде-кім мына дүниеде соқыр болса. فَهُوَ فِي آخِرَةِ أَعْمَى. Бұл дүниеде соқыр болған адам қияметте де соқыр болады дейді. Соқыр болумен қойып тұрған жоқ. وَأَضَلُّ السَّبِيلَ. Сәбил деген Алланың жолында. Ол сол жолда не дейді? Қатты қателеседі, адасушылықтың қатарына тұрады. Адасушы адам дейді. Бұл дүниеде соқыр адамдар сонда жәннатқа кірмейді ма? Деген сөз шығады. Соқыр адамдар сонда мен жәннатқа кірмеймін деп намаз оқымай қою керек пе екен? Мен жәннатқа кірмеймін деп бар, сонда мектеп бар. Соқыр адамға соқырларына оқытатын, көз көрмейтіндерін оқытатын, Құран жаттау. Сондай бар әзір. Тіпті көзі көрмесе де көз көретіндерден артық Құран жақсы білетіндер бар. Көзі көрмесе де көз көретіндерден артық ғалым болған кісілер бар. Бірақ аят мағынасы ол емес. Кімде кімнің жүрегі соқыр болса бұл дүниеде. Айтқан Алла Тағала Құран кәрімде айтады ғой. Біз қияметте тозақтың отына көптеген жындар мен адамдар заттар жараттық деді. Иә? Сосын не істейді екен? Олар не үшін тозақлықтар деген кезінде, не үшін тозаққа түсіп қалды олар? Алла Тағала Құран кәрім. Оларға ләхум құлубун да, олардың жүректері бар. Бірақ жүректермен дұрыс нәрсені пайдалана алмады. Олардың көздері бар, ләхум аюнун ла юбсируна биха, көздермен ақиқатты көре алмады. Ләхум азанун ла яфқахуна биха. Олардың ла ясмауна биха. Олардың құлақтары бар, бірақ құлақтармен дұрыс нәрсе ести алмады. Улаика кал анам балхум адал. Олар төрт аяқты мал тәріздес, тіпті олар малдан да дәрежелері төмен деді. Яғни жүректің соқырлығын айтып отыр. Көкірегі ояу азамат екенсің ғой дейді бізде. Жүрегінің соқырлығы. Ол адам көзін айтып тұрған жоқ бұл жерде. Жүрегімен Алласын, Раббысын тани алмаған адам, жүрегімен Раббысына қарай құлшылық қылуға бара алмаған адам, бұл адам нағыз адасушы адам осы адам. Бәлкім бұл адамды малдан да дәрежесі төмен қойды деді. Өйткені адамзаттың, ғалымдар айтады, адамзаттың Раббысын тануда мына дүниеде себеп нелер көп дейді. Жаңағыдай аяттар, белгілер өте көп жетеді дейді. Біздің Абу Ханифа мазхабы бойынша ана джунглиде жүрген адамда иман келтіріп намаз оқу керек. Алласын, Раббысын тану керек. Өйткені Раббысын тану үшін көптеген барлық нәрсе түсіріліп қойған. Ағаш қалай өсіп жатыр өздігінен өзі. Ана жәндіктер қалай өмір сүріп жатыр. Ана жәндіктің ішінде шынында да зат бар ма өзі? Ішек құрылыстары бар ма? Бір жыланды зерттеп көрсең қалай екен оның өзі? Қаншама жануарлар бар. Бір балық бар. Нейді? Прозрачный дейді ғой. Сондай балық бар. Ұстасаңыз ары бет көрініп тұрады. Ары бет көрініп тұрады. Мысырда оқып жүрген кезімізде аквариум деген нәрсе мода болып кетті. Әр квартирадағы алып өзімізше істеп жаңағыдай. Аквариум ішінде сондай бір балықтар алып келіп сап қойды балдар. Әр мысалға бір квартирада жеті бала тұрады, мысалы жеті түрлі балаға келіп қоямыз да ішіне. Бір балық әкеліп қойды. Балық қандай?
жіп жіңішке сым секілді нәрсе тұр да, мана жақта ішінде қанаттары бар, бүйтіп желбіреп жүреді. Өзі сондай балық. Ойлайсың, ана тамақ қай жерден кіріп отыр ананың? Тамақ жейтін іш жоқ қой, анада қарын жоқ қой, бүйтіп тамақ жейтінше. Қай жермен жеп отыр? Бірақ Алла Тағала беріп қойды да оған нығметті, көрдіңіз ба? Алла Тағала беріп қойды да оған. Сонда ғалымдар айтады да, адамзатқа Алласын, Раббысына иман келтіру үшін барлық себептер, барлық нелер, белгілердің бәрі түсіп қойды дейді да. Тек адам ақылын жұмсап, соны тани білсе болғаны дейді. Құран екінші бір аятында келтіреді. Сондай Алла адамдарды жаратқан кезінде бір адамды көзін соқыр қылып тозаққа жаратып қояды дейді. Бірінші соқыр болардан бұл маишаттан данкада оларда. Олар бұл дүниеде қор болып кетеді да. Қор болады сондай. Раббысының аяттарын менсінбеген, танымағандар. Аяттағы мақсат, Алла Тағала түсірген белгілерді менсінбей танымағандар бұл дүниеде қор болады дейді. Ол қор болумен қоймайды да олар. Ва нахшурухум яумал қиямати ама. Алла Тағала оларды қиямет күні көздерін соқыр қылып жаратып қояды. Ва қал, олар айтады дейді. Қала Рабби, лима хашартани ама. Я Раббым, мен не үшін көзімді соқыр қылдың? Ва қад күнту басира. Ақиқатында бұл дүниеде көзім көретін еді ғой деді. Алла Тағала не дейді? Алла Тағала айтады. Сенің көзің бұл дүниеде көретін еді. Фанаситаха. Бірақ та сен көзің көрумен бірге сен біздің аяттарымызды елемедің, ұмытып қалдың ғой. Казаликал яума тунса. Ал сен бізді бұл дүниеде тірі кезінде қалай ұмытқан болсаң, қалай елемеген болсаң, қалай іздемеген болсаң, біз де сені іздемейміз, біз де сені елемейміз, біз де сені ұмытамыз деп әлгі адамды тозаққа тастайды деді. Ал Араф сүресінде не дейді? Тозақ әһілдері келіп, ей жәннат әһілдері, біз шөлдедік, бізге судан болған, немесе басқалай нығметтен бізге беріңдерші деген кезде жәннат әһілдері не дейді? Ей тозақ әһілдері деді. Ей тозақ әһілдері. Алла Тағала бұл екі нығметті де сендерге харам етті деді. Іше алмайсыңдар сендер суда. Өйткені сендердің ішетін нәрселерің қандай нәрсе? Заққум. Ана қайнап тұрған ыстық су. Тәпсірде келтіргенге ыстық суды ішкен кезінде ішек құрылысы астынан ағып кететіндей ыстық болып тұрады дейді. Басқа ішетін нәрсе жоқ деді. Ал Раббыңды тану деген нәрсе, Раббысын танып білу деген нәрсе, ол шынайы иман келтірумен болады. Ал аяттағы келген кез келген нәрсені тікелей ала беру, ол адасушылық қалып барады. Өйткені Құранда айтып жатқан кезі бұл дүниеде соқыр болғандар деген сөзі көзінің көрмейтін емес, көкірек көзі ояу еместер, жүрегімен тани білмегендер, қияметте де осы халінде тіреледі. Тіпті олар қияметте осы халінде олар адасушылықтардың қатарында тозақы болады деген аят осы маған аят. Сондықтан да біз әрқашанда Раббымызды тануда тек көзді ғана немесе тек құлақты ғана істетпеуіміз керек. Раббымызды тануда ең бірінші жүрек болу керек. Сосын мына көз, құлақ, тіл соған көмекші болу керек. Раббыңызды тану үшін сізге солар көмектеседі. Өйткені Алла Тағала берген құрылғысы бізге сол нәрсе. Сіз Раббыңызға деген махаббат жүрекке қоя алсаңыз, тіліңізбен өзіңіз сол Раббыңыздың кәләмі Құраныңызды оқып, зікіріңізді айтасыз. Сіз құлағыңызбен өзіңіз сол кезде Раббыңыздың Құранын тыңдайсыз. Жақсы сөздерге ғашық болып, жаман сөздерден асық боласыз. Жақсы амалдарға ынта болсаңыз, жаман амалдардан қашық боласыз сол кезде. Сол үшін де біздер қашанда айтатын нәрсемізде Раббыңды тану, Раббыңа махаббат қою, ол бәрі басқа дүние, сіздің бұл дүниедегі дүниемен есептенетін нәрсе емес. Ол тіптен басқаша, тіпті оның қалай екендігін тілмен айтудың өзі ажиздық қылады, әлсіздік қылады. Біз әрқашанда жақсы айтады ғой, сен ана қызды сипаттап берсің, ол қыз деген қалай айтсам екен деп әлгі қызын сипаттап беруге сөз таппай жататындар болады. Бұл дүние жаратылысы әшейін бір пенде, ол да ертең өлетін, ода да бір кемістігі бар, бір қызын сипаттап беруге ажиздік қылып жататын пенделер. Ал біз деген сен қызыңды жаратқан жаратушыны жақсы көр деп тұрмыз біз.
Сені де жаратқан жаратушыны, қызыңды да бүкіл әлемді жаратқан жаратушыны жақсы көр. Ал ол әлемді жаратқан жаратушыны жақсы көру ол Раббыңның түр келбетін ойлаумен, оны уахым қылумен емес. Раббыңды жақсы көру деген нәрсе, сен бұл әлемнің нығметтерін ойлап, пікір қылып, жақсы көру деген нәрсе. Жаңағыдай көзіңіздің көретіндігіңіз, қандай нығмет қой. Ойлаңызшы, бұл жаратылған жаратылыста сізге мынандай бір шарт қойылса, ей пендем, егер де мына көзіңмен харам болған нәрседен көретін болсаң, бірінші көру, екінші көруде ескерту болсын, үшінші көргеннен кейін уже көзің көрмей қалады десе. Қалай дейсің, не істейсіздер? Көруге бола ма? Көзіңді сақтап жүресің, харамға жауып қаласың, өйткені опасный нәрсе де. Әрқашанда біз не істеуіміз керек екен? Осы жолда сақтық болу керек екен. Алла Тағала бізге ондай ограничение бермегенмен, қияметте ол нәрседен сұрайды екен да. Қияметте ол нәрседен сұрайды. Тілімізге де ондай нәрсе бермеді. Ей пендем, сен қазір тіліңе ана телефонға единица салған секілді бірлік салып қойғын, сенің сол бірлігің арқылы нең бітіп қалады. Ол бірлік деген нәрсе не? Сен жаман сөз сөйлеген сайын бірлігі таусылады да тілің бір күн сөйлемей қалады десе. Санап жүресің жаман сөз. Біреу айтып қойын, субханалла. Енді айтпау керек, айтпай жүресің. Байқауыз табыр, уже бол тісте боласың да, тіпті сөйлемейсің, ешкім сөйлемей жүреді. Жаман сөз араласып кетпесе екен деп. Өйткені неге артынан сөйлемей қалатын деген қорқыныш тұрады да. Бірақ Алла Тағала бізге оңай бермеді да. Алла Тағала бізге барлығына биля худуд шексіз қойып қойды. Тілге де, көзге де, ойға да. Бірақ қияметте сол нәрсе үшін қатты сұраламыз. Көз үшін, тіл үшін, ой үшін. Тіпті ойымыз үшін де біз қатты сұралады екенбіз. Әрбір нәрсенің сұрағы бар. Әрбір нәрсеге жауап беріледі. Сол үшін бұл дүниеде біз келдік, келуіміздегі мақсат қияметте жауап беру екен. Егер жақсылық амал істесең, жақсылығыңмен иншалла, жамандық істесең, жамандығыңмен. Алла кешірсін. Ешбіріміз ол нәрседен құтылмаймыз, тек қана салихалы болып, Алланың мейірімі төгілген болмаса ғана. Алланың мейірімі төгіліп, салихалы болып, пендем сен жәннатсың деп, тікелей жәннатқа кіріп жіберсе ғана кешірілеміз. Ал былайынша қиын екен. Ал ол жәннатқа кіріп кету үшін бірінші Алланың берген нығметтерінің біз қарызын өтеуіміз керек. Біз Алланың берген нығметтерінің қарызын өтесек, сол кезде иншалла біз сұраусыз жәннатта боламыз. Ол нығметтерінің қарызы зікір, Құран, құлшылық, ғибадат, салих амалдар, тахсинаттар осылар екен. Ал бұның бәрін көп адамыз істей бермейміз. Тіпті 5 уақыт намазға қиналатын пенделеріміз. 5 намазын оқымаған едім, оқып алу керек. Қиын алып тұр да. Асыр намазын оқымаған едім. 5-ін уже жақындап қалып, фарызын оқи салсам, сүннетті қойшы. Сосын ғой. Таң намазына будильник өшіп ұйықтап қалады. Біліп тұр, будильник өзі өшіп тұр ғой. Субханалла, ұйықтап қаппын деп. Сондай пенделер, бірақ Алланың мейірімінен үміт етеді. Иә, Алланың мейірімі болады, иншалла. Бірақ Алланың мейірімі болмай қалса ше деген тағы да бір жан ойлап қоюымыз керек екен да. Сол үшін қашанда біз не істеуіміз керек? Қашанда Раббыңның махаббатына, мейіріміне жететін жолда біз шаршамауымыз керек екен. Шаршауға, шалдығуға бұл дүниеде болмайды. Бұл дүниеде тек Раббың үшін шаршауға болмайды. Тек Раббың үшін екі аяқта тік тұрып беруіміз керек. Сол кезде иншалла біз қияметте Раббыңның сүйген құлдарының қатарында жәннатлармен, салихалы әнбиялармен бірге бас көтереді екенбіз. Алла Тағала баршамызға сол күнді сол әнбия, салихиндар, шухада, нәбилермен бірге болуымызды нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.